құрметті де аяулы аналар, қымбатты қонақтар. Көктеммен бірге жер бетін жылулық кернейді. Көктеммен бірге жүректер жаңғырады. Ал көктемнің ең шуақты күні ол әрине анаға арналған күн. Бүгін біз қасиетті бір ұғымның алдында тағзым ету үшін жиналып отырмыз. Ол әрине ана. Ұлы ақын Мұқағали Мақатаев ана өмірдің шуағы деп жырласа, Ғабиден Мұстафин ана алдында асқар тауда аласа деген екен. Иә, адамзат баласына жарық, нұр сыйлаған ана. Тіршіліктің тірегі де ана. Ұрпақтың ұясы, тәрбиенің тұтқасы да ана. Расымен адам баласы қанша жерден ғұлама болса да, қанша жерден батыр болса да, бәрінің жүрегінде бір ғана әлсіздік бар. Ол анаға деген сағыныш. Сіздерге қарап отырып біз мейірімді көреміз. Сіздерге қарап отырып біз даналықты көреміз. Сіздерге қарап отырып біз болашақты көреміз. Ал бүгін осы залда отырған сіздер қос қанатты аналарсыздар. Неге? Себебі сіздер тек шаңырақтың шырағы ғана емес сіздер. Сіздер мектептің тірегі, шәкірттердің жүрегіне жол тапқан ұстаз аналарсыздар. Сіздердің әр күлімсіреген сәттеріңіз шәкіртке сенім, әр айтқан сөздеріңіз бағыт, әр жасаған еңбектеріңіз ертеңнің іргетасы. Ұстаз болу бұл жүректің ісі болса, ал ана болу бұл тағдырдың сыйы. Ал сіздер осы екі ұлы қасиеттің иесісіздер. Бүгінгі кеш сіздерге деген алғысымыз бен құрметтің белгісі. Бүгінгі кеш сіздердің еңбектеріңізге тағзым. Бүгінгі кеш сіздерге арналған махаббат пен ризашылықтың белгісі. Ендеше аяулы ұстаздар, қос қанатты аналар, келіп жеткен 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Адамзаттың асылы ана атты мерекелік кешті бастаймыз. Мереке құтты болсын. Қоста болғым келмейді, қанатым бар. Қанатым бар күмістен жаратылған. Сәби болғым келеді, сәби болғым. Бұл өмірден хабарсыз жаңа туған. Сәби болғым келеді, сәби болғым. Бұл өмірден хабарсыз жаңа туған. Бәридана бір өзіңнен басталды. Сен деп жаздым алғаш өлең дастанды. Қуансам да бір өзің деп қуандым. Жыласам да өзің жоқ деп өзімнен менің жастамды. Бәридана бір өзіңнен басталды. Жанарыңнан көрдім алғаш аспанды. Еркелесем бір өзіңе еркелеп, жасқанамын тек өзіңе жасқанамын. Алғашқыдан ол да сендік істеді. Ақ сүт берген қашан да үміт күтеді. Отанымның өзі сенен басталып, жауларыма жеткен жерде бітеді. Sıyladım seni mağan, havamın her gülü. Şıyladım seni
келгенді істеп біліп, бірімізден біріміз асылармыз. Айтатын сөзімізді бірімізден біріміз жасырып, селкілдейді қайран жүріп келе жатқан біз мінген жеңіл көлік. Басқалар біздің жайды ұғынбайды, сыйластық тектен текке құрылмайды дегенде бір досымның қалтасына телефон қайта-қайта шырылдайды. Қоңырау етеді ол анасының, қайтарып тастадığını баласының. Сұрадым мен, неге алмайсың қоңырауын? Ана емес пе? Өмірлік жанашырың. Досым айтты. Демеңдер ес білмейді, бұрыннан жоқшылықта көстім дейді. Телефоным көнерген ескеді, шешемнің даусы дұрыс естілмейді. Байқамады қателік қылғандығын, жетесіздік желкеден тұрғандығын, байқамады ең үлкен қателігін, ең жақсы адам телефон соғып тұрғандығын. Түсіндірдім досымның қателігін, білмесең өкінішпен өтетігін. Қасыңда анаң мәңгі жүре алмайды, мәңгілік сақтай алар әкелігін. Маған аян жаныма не керегі, қуантпайды үлдемен бүлдемені. Анамның дауысы менен қоңырауын ешқашан естімейтін күн келеді. Өмірім әлі күнге елеңдейді, жүрекке батқан салмақ елеңдейді. Өмірде 100 телефон көнерсе де, ата-анаға сағыныш көнермейді. Дос жігітке ұқтырып солай дедім, реніштесің анамды қалай дедім. Анасына қайтадан хабарласты, жүзінен бір қуаныш арай көрдім. Ал мен болсам ең қымбат айфоныма көзден жасым тамшылап қарай бердім. Bir şevkim şey var mıydı yestirimde? Kara şevkim kaynaydın peşlerinde. Kayran anam mağılıp kara tergi. Tangirden kız Uyadım geçlerinde. Kayran anam mağılıp kara dergi. Kamirden kız uyadım geçlerinde. Tezektirip gelüşe kanatlardan su gelip kuyadım bulaklardan. Kara şevkem kaldım av kara bostan. Kanat kanat gözümden jıraqlara. Kara şevkem kaldık av kara bostan. Kanat kanat gözümden jıraqlara. Bir şevkim şey eşeğek saraqlara. Anamızdan ешқашан жылатпайық. Келіп кетіп тұрайық сағынышпен, айлап емес ара күн бір аптағы.
келіп кетіп тұрайық сағынышпен айлап емес қара күн бір аптағы бір шәугім шәй бар меді естеріңде қара шәугім қайнайтын пештерінде Асыл жандар, шуақ боп шашылғандар, қуат боп тасылғандар, құшақ боп ашылғандар. Арулар, асыл жандар, арулар, асыл жарлар. Арулар, әрбірінің сыңдағы, әрбіреге қан болып аттыдағы, әрбіреге от болып жағылады, әрбіреге сәуле болып жамырады. Арулар, асыл жарлар, сағыныштар, өтініштер, құшақтар, жалыныштар. Жек көрсе олар жүрегін мұз жасайды, жақсы көрсе балқытып жанына ұстар. Арулар, аяулар, ардақтылар, өмірден жылу боп қалмақтылар. Арулар, тіршілікке күре тамыр, өмірді бір-біріне жалғап тұрар. Мен қазақ қыздарына қайран қалам, шаңыры жаны жаздар шайраңдаған. Қыз өссе елдің көрге деген сөздер қапысыз қалай айтқан қайран баба. Қыз өссе елдің көрге деген сөздер қапысыз қалай айтқан қайран баба. Қазақ қызы, сен ұлтыңның арысың, сәби ғана сүйгеніңе жарысың, ұлы елдің ұрпақтарын жалғаған, ұмай сені тоқшандардың қанысың. Әулетіңнің гүл боранған барысың, ата-анаңның әлпеш деген жанысың. Инабатты, иман деді өткендер, ауыл деп қайта намысың. Қазақ қызы, ұлт рухының айнасы, жақсы ғана атағымен жайнасын, аруждан биік ұстап жалауын, қайран қазақ қыздан қайнасын. Мен сені сағынғанда қарамай қара нөсер дауылдарға кеудемде қимылдаған жаным барда бір минутта хақым жоқ ей сағынбауға. Секілді таңға жайып сұлу көктем, келісті келбетімен қылығымен, жаныңды жадыратып жылып өткен. Қалыпқас қалай көз ақша маңдай, тұлғасы тынықтағы ақ сазандай, тістері іспеттелген жылмажан, теңеу бар, тең келетін басқағандай. күн қайда асығады, ендігі үш күннің нұрын жасырады. Қызарып соңғы сәуле шашырады, күн түйе алмай барады шашын ожар дүнием ай қуатым ай несіне асығасың
тұра тұрмай тірлікті басқармаған бұратында күннен қорқам мәңгілік тұратындай тоқташы тоқтай тұршы қуатыма жетпедім ұшығына күн ойланып жер қайда асығады күнді айналып тірлікте қара түннің керегіне кетпей ме онандағы күнге айналып ей ошақ дүнием ай қуатым ай несіне асығасың тұра тұрмай тірлікті басқармаған бұратында күннен қорқам мәңгілік тұратындай тоқташы тоқтай тұршы қуатыма бір есім үш шәріп ана деген бақты балам менен сәл ғана алыстап кетсем оны сағынып қала берем өзгеден өзгеше баға берем бәрінен дара көрем түсірмей бағасын ардақта бағасын армады баған өрем анаш
Шеше, сен бақыттысың, жыламағын. Жай түсіп жатқанда да құламадың. Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаның, сондықтан жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой қасыңдамын. Өлмеймін мен өзіңдей асылдармын. Таусылып өз-өзімнен шашылмағын, байырға берекемді қашырмағын. Мен сенің қанықпын ғой көз жасыңа, өзім кепіл тот басып тоз басыңа. Екі жыр жазсам бірін саған арнап, шешеме ылғи жаздым сөз басына. О тәңірім, кеше көрсін кесірімді, аспанға жазам сенің есіміңді. Шеше, сен бақыттысың, тербете бер құба талдан иілген бесігіңді. Өмір сыйладың, мәпеледің, ұл-қызыңды жетеледің, мақсатыңа көздеген жылы сөздерің жүрегімде. Өзің барда бол өмірде, жалын беріп көздеген анашым ай. Көктемгі күндей, көктемгі гүлдей, нұрын сепкен жаныма жанашыр-ай. Сағындым сені, бағымның шегі, ақ сүт берген анашым-ай. Анашым-ай, көктемгі гүлдей, көктемгі гүлдей, нұрын сепкен жаныма жанашыр-ай. Сағындым сені, бағымның шегі, ақ сүт берген анашым-ай, анашым-ай. Ал мерекелеріңіз құтты болсын, ару жандар.
сәби болғам, ман өмірден хабарсыз жаңа туған. Сәби болғым келеді, ай, сәби болғам, ман өмірден хабарсыз жаңа туған. Олда болғым келмейді жолыңда, жолың бар керек пе жолыңда. Сәби болғым келеді, ай, сәби болғам, күн сәулесі ойнақтап тұлымында. Сәби болғым келеді, ай, сәби болғам, күн сәулесі ойнақтап тұлымында. Қанаттанып өмірге ұшарымда, кесілмесін бәрібір тұсауымда. Сәби болғым келеді, ай, сәби болғам, сәби жоқ ананың құшағында. Сәби болғым келеді, ай, сәби болғам, сәби жоқ ананың құшағында. Сәби болғым келеді, ай, сәби болғам, сәби жоқ ананың құшағында. Бірге боламыз деп серттескенсің, қыркүйектің айлы түнінде. Жағдай сұрап общагаға келіп кеткенсің, сақтаулық бір кеткен бөлімде. Анамның көңілін кешетпей шана, сертті оңай бұзғаның қалай. Әртіс кейін керек емес депті анаң, әкең допыр одан асылмай. Сен мені сүймедің ғой жаным, мен ойлап күймедім ғой жаным. Қасымда қалмадым ғой, жан-жарым болмадым ғой, алам деп алмадым ғой, алмадым ғой. Сен мені сүймедің ғой жаным, мен ойлап күймедім ғой жаным. Қасымда қалмадым ғой, жан-жарым болмадым ғой, алам деп алмадым ғой жаным. Қыз қызғалда, қыз ән, қыз домбыра, қыз сән. Қыз дегенің дара, қыз дегенің дана, қыз болашақ ана. Не білесің қазақ қызы жайында, оған серік болуға ер дайын ба? Қазақ қызы сұлулардың сұлуы, жұлдызымен тең келмейтін айында. ей сұлу қыз, айдай ашық қабағы, сары күзде көріп едім мен сені. Содан бері сансыратып сананы, сары уайым басып алды еңсені. Мейлі маған көңіліңді бөлмесең, мен ғашықпын, оған сенің жоқ күнәң. Ей сұлу қыз, бір күн сені көрмесем, бір нәрсемді жоғалтқандай боп тұра. Армандардың айнын алсай демек, жүрегін шіркін соғытқанша елек. Артық бекен білмек емес шығар, арналса да қыздарға қанша көрек. Намыс жігер, ойда қызу қан бар да, армандасаң, қазақ қызын арманда. Қазағымның қызы ғана тыңдаған, мұқа ғали мұңын шағып барғанда. Таңда туған домалақтай анадан,
гүлданадай келін болған дараға, жесең жігіт қазағымның қызын сый, бағаласаң қазақ қызын баға. Жаяу нәсіп қосылған кезде қарсы алдымнан сен табылдың лезде билеуде бәрі қалмайық қалыс ортада тағы билейік вальс жақында бері тартынған жоқсың жүректер демі жақыннан соқсын көзіме қара ұялма менен жымиып қана қарайсың төмен билеуде бәрі қалмайық қалыс ортада тағы билейік вальс жақында бері тартынған жоқсың жүректер демі жақыннан соқсын. Ана, сенің есіңде ме өткен күн? Тағдырыңның тауқыметін көп көрдің. Күдеріңді үзбей, бірақ алладан бергеніңе шүкіршілік деп келдің. Есіңде ме менің бала шақтарым, тобылғыны ат мініп шапқаным. Қайта оралмас сәби шағым екен ғой. Ойымда зіл және де жоқ бастам. Анам менің бақұрдам, ақсағайым, өзің барда болмайды басқа ойым. Мен ішінде түн ұйқым төрт бөлініп, мен ішінде ағарды ақсамайым. Осынау өмір керуен көшіндегі сенің арқан қызыңның жетілгені, ол менің ессіз күнімнің белгісіндей айқош-айқош сызықтар бетіндегі. Ғазиз анам, не деген көзімдедің, мен үшін де ұзақтан көзілмедің. Өмір ыстық екенін алғаш рет сенің алақаныңнан сезінгенмін. О киелі мойымас аруанам, қайда жүрсең болсыншы жаның аман. Сен бар жерде арманым аласармас, өмірімде болады мағынаны. Анашым, асыл анам, есіл анам, ер жүрек есіркеймін есіме алам. Мен үшін сен солатқан ақ сүтіңді ақтамасам боп жүрмін есіне адам. Алыс жолда жүрсем де арып ашып, аға тойлап түсірмей жаң ашып. Оқытып кеше барған хаттарымды отырмысың өртпеп жаның ашып. Асыл анам тіршілік күренеккен, асыл анам тіршілік күренеккен, көз жіберсең жолыңа жүріп өткен. Қилы тағдыр көрсең де мойымаған, о киелім не деген құдіреттен. Өткерсең де өмірдің дауыл күнін, ертегіде көресің бәрін бүгін. Жаулығымның ұшына жаным түйіп, тағдырыңның көтердің ауырлығын. Кеудеңде мені тербетті, жас жоқ енді көктеді. Міне кеменде бой жеттім, еңбегім бекер кетпеді. Өмірде мынау жас шыбық. Мейірін төккен нұр жүзін тұрғандай сезем жанымда. Адал бол деушен жұлдызым сақталды сөзім жанымда. Еңбекті сол дер көргенде жем сағашым. Қартаймай мәңгі жасай бер, мәңгілік күндей анашым.
Жанымызды жадыратқан билерді тамашалап, шәкірттердің, ұстаздардың шынайы ықыласына куә болдыңыздар. Бүгінгі әрбір өнер туындысы сіздерге деген алғыс, әрбір шумақ аналарға тағзым. Осы кештен әрқайсымыз жүрегімізге жылу алдық деп ойлаймын. Себебі бұл жай ғана кеш емес, бұл аналарға деген махаббаттың үні, ұстаздарға деген құрметтің көрінісі. Бүгінгі кештің әсерін түйіндеп, барша нәзік жандыларға ізгі тілегін арнау үшін сөз кезегін мектебіміздің басшысы Жұмабеков Самат Сүйінбекұлына беремін. Құрметті, біздің қоғамымызда бір қолымен әлемді, екінші қолымен бесікті тербетіп жүрген абзал жандар. Барлықтарыңызды келіп жеткен айтулы 8 наурыз халықаралық әйелдер күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Құрметті Әсел Әблеқызы, қадірлі қонақтар, барлықтарыңызды бүгін әрбір қабырғасында қасиет сөйлеген киелі қара шаңырақ Абай ауылындағы номер 2 орта мектептің шаңырағында көріп отырғанымызға шын жүректен қуаныштымыз. Әрине, ең бастысы анаға 8 наурыз ғана емес, күнде-күнде мереке екені анық. Өйткені сіздер бүкіл әлемнің қозғаушы күшісіздер. Ұлтты жасаушы да нәзік жанды біздің аналарымыз. Егер де қыз білімді болса, онда ұрпақ білімді болады дейді қазақта. Сол себептен бүгін өздеріңіздей ұлтты жасаушы, ұрпақты жасаушы, адамзатты дүниеге алып келетін абзал жандарға шынайы риясыз көңілден ізгі ниетімізді білдіруге біз өзіміздің тарапымыздан тырыстық. Әрине, бүгінгі күні біз осы мектептегі отырған 100 мұғаліммен де осы кешті өткізуге болатын еді. Бірақ осы ауданның мектеп директоры ретінде ер азаматтарының ішінде бір ой келді. Неге 62 мектептің директоры екенбіз? Соның ішіндегі барша әйел директорларға дәл осы керемет көңіл күйді сыйласақ деген менде бір арман болды. Дәл осы ұсынысты Әсел Әблеқызына айтып едім. Рахмет, Әсел Әблеқызы, әр уақытта біздің бастамамызды қолдап жүресіз. Міне сіздің алдыға бастап келе жатқан сындарлы саясатыңыздың білім саласына жасап жатқан еңбегіңіздің арқасында бүкіл аудан деңгейінде осындай жоғары деңгейдегі кештер өтіп жатқанына біз куәміз. Шын жүректен бүгінгі біздің ордамызға тағы да қош келдіңіз дегім келеді. Құрметті әріптестер, әрине енді білесіздер, 62 мектеп болса да 62 мектепте әртүрлі жағдайлар бар, жұмыстар бар. Қазір саяси үлкен науқан болып жатыр. Бүгінде біздің курстың 9 мектептің директорын шақырғанбыз. Ол кісілер де енді осы саяси науқанға байланысты жиналыстан шыға алмай қалды, бірақ десе де мектеп директорының орынбасарлары келіп жатыр. Мектептеріңіздің басшыларына үлкен біздің риясыз, кіршіксіз таза ниетімізді, таза алғысымызды жеткізесіздер деген сенімдемін. Өйткені аз да болса осы жердегі 9 қызғалдаққа, 9 гүлге, 9 нәзік жанды жандарға бір жақсы көңіл күй сыйлайықшы деп ойладық. Сонымен қоса, бүгін біздің арамызда наурыз айы үлкен алғыс айту күнінен бастау алады. Өздеріңіз жақсы білесіздер. Осы кезекте осы мектептің іргетасын қалаған біздің ардагер ұстазымыз Батима Кальпиевна ортамызда отыр, құрметті ағайын. Батима Кальпиевна, сіз жасақтаған ұжым, өзіңіз іргетасын қалаған ұжымның ортасына келіп, бүгінде жаңа дәуірге қадам басқанын көріп, куә болып жатқан шығарсыз деп ойлаймын. Әрине, бұл бүгін ғана құрылған еңбек емес, бұл сіздің үлкен қажырлы еңбегіңізден шыққан туынды. Осы кезекте өзіңізге шын жүректен осы мектептің қазіргі уақыттағы жаңағы ізгіліктің арғарта дәнін сеуіп, ұрпақтар сабақтастығын жалғастырып жүрген басшы ретінде рахмет айтқым келеді. Өйткені сіздің қолтаңбаңыз бар, өріңіз бар, бұл үлкен еңбектің артында. Сол себептен өзіңізге риясыз ұжымның атынан, өзімнің атымнан алғыс білдіргім келеді. Қадірлі менің әріптестерім, сіздер барлықтарыңыз анасыздар. Мен ойлаймын, бүгінгі күні ұстаз қоғамның қозғаушы күші десе де, біз ұлтты жасайтын жасампаз тұлғамыз. Осы орайда біз әр уақытта ұстаз атына лайық болуымыз керекпіз. Ұстаздан бұрын бізге Алла үлкен құдіретті күш берді, ол ана деген атты. Ал ана қашанда абзал, мейірімді, жүрегі жылылыққа толы, еш уақытта
өмір жолында біреуге қиянат жасамайтын, өмір жолында шалыс қадам баспайтын ең бір мына өмірдің кеңдігін жүректеріне сыйғызған жансыздар. Сол себептен барлықтарыңызға ана жүректеріңіз әр уақытта қуансын дегім келеді. Мен мына жерде сіздердің шын мәнісінде көріп, біреулеріңіз аналарыңызды еске алып жатырсыздар. Біреулеріңіз шын мәнісінде бүгінгі кештің арқасында ананың қадіріне жетудің шынайы мәні мен мағынасын ұғынып жатырмыз деп ойлаймын. Шын мәнісінде біздің қазақтың от ауызды орақ тілді таңдайынан бал тамған ақындары, біздің жазушыларымыз ана туралы, ананың құдіретті күші туралы қаншама жыр жазды. Біз осы жырды таңға жырласақ та, күнде жырласақ та, ол артықтық етпейді. Барлықтарыңызды мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Құрметті біздің ұжым, құрметті айналайын менің әріптестерім, барлықтарыңызды шын жүректен, балалық жүрекпенен сіздерге мерекелеріңізбен дегім келеді. Әрине, бұл еңбектің артында ұжымымыздың ер азаматтарына рахмет айтқым келеді. Айналайын алтындарым, құрметті менің шәкірттерім, балапандарым, жүректерімнен айналдым. Кейін әлемді жүректеріңе сыйдырып, анаға деген құрметтеріңді көрсете алған айналайын, сендерді тапқан аналарыңа, сендерді тапқан әкелеріңе үлкен риясыз алғыс айтам. Осы жерде бүкіл халықтың алғысын жеткізіңдер үйлеріңе. Мереке құтты болсын үйдегі аналарының, қарындастарының. Енді әрине біз әр уақытта кез келген күнде осындай құттықтау сөзге, кез келген күнде осындай алғысқа лайықпыз. Сол себептен осы күні осы сәтті пайдалана отырып, еңбегімен ерекшеленген, өзінің кәсіби шеберлігіменен алға оза шапқан ұстаздарымызды марапаттасақ деген ой туындады. Қадірлі әріптестер, енді осы жердегі бүгінгі іс-шараға атсалысқан біздің мектебіміздің көркемдік жетекшісі Айнұр апай ортаға шығыңызшы. Абай ауылындағы номер 2 орта мектептің көркемдік жетекшісі. Міне осы балалардың барлығын дайындап шығарған осы Айнұр апайдың үлкен еңбегі жатыр. Жанар апай, Сайран Жанар апай, міне хорды ұйымдастырып жатқан біздің музыка пәнінің мұғалімі. Барлығы түгел, мен ойлаймын, бұл жерде мен нені көрсеткім келді? Бұл жерде ұжымның ұжымдастығын, ұжымның ауызбіршілігін көрсеткім келді. Яғни сабақтастық. Бізде оқушы да, мұғалім де барлығы түгел өзімнен бастап өнер көрсетуім керек. Өйткені мен көшбасшы болғаннан кейін менің артымнан бүкіл ұжым жүріп отыру керек. Сол себептен біз қашанда өнерде болсын, білімде болсын, әр уақытта алдыда жүруге тырысып бағып жатырмыз. Бүгінгі біздің шынайы риясыз ұжымның білдірген құттықтауын тағы да бір мәрте қабыл алыңыздар. Қадірлі Әсел Әблеқызы, құрметті қонақтар, мынау біздің Абай ауылындағы номер 2 орта мектептің өзіңізге деген ықылас гүлін қабыл алыңыз. Енді біз келген қонақтарға не бермектедік? Даналық тіпті кітапта дейді қазақ. Біз әр уақытта жаңашылдықты, жақсылықты жаршы етіп, әр жүрген жерімізде жазып сызуды жақсы көретін халықпыз ғой. Сол себептен осындай бүгінгі келген қонақтарымызға, сырттан келген қонақтарға осындай сыйлығымыз бар. Және осы мектептен кішкентай ғана естелік болсын деп, Абай ауылындағы номер 2 орта мектептің бренді деп қояйықшы, өзіміздің ручкамызды сыйға тартамыз. Осыны жазып қол қойып жатқан уақытта біздің ұжым әр уақытта сіздің есіңізде болсын деген ниетпен азғантай ғана сыйлығымызды қабыл алыңыз. Құрметті Батима Кәлпетова, біздің ұжымымыздың атынан ықыласпен қабыл алыңыз. Енді ұстаз болған адам демалыста да бұл кісілер құр жатпау керек. Бұл кісілер қоғамға керек әлі де. Өйткені біз секілді жастарды тәрбиелейтін осындай тұлғалар. Ұлы Мұхтардың бір жақсы сөзі бар. Алдыңғы жақсы, артқы жасқа тәлім айтпаса ел болғанын қайсы дейді. Сіздің ақылыңыз, кеңесіңіз әлі де біз үшін керек. Сіз қоғамға керексіз. Қай уақытта да осы мектептің бір жағынан жақсылығын бір елімізбен көтеретін жансыз деп білем. Мереке құтты болсын. Енді біздің курсқа қосылып жатыр
жаңа шаңырақтың иесі болайын деп жатыр. Шолпан айтқанда мереке құтты болсын. Беріңіздер, әріптестерге беріңіздер. Беріңіздер. Біздің мектебіміздің кішкентай ғана сый құрмет деп қабыл алыңыздар. Шөптің жақсы селеу, сыйдың жақсысы елеу дейді. Біздің ұжым сіздерді қашанда елеп ескеріп отырамыз. Мереке құтты болсын, құрметті Асылжандар. Енді келесі құттықтау сөз кезегін беру үшін және де осы Әсел Әбілевнада құр келген жоқ, осы жердегі еңбегі ерен, еңбегі өлшеусіз ұстаздарға өзінің атынан құрмет грамотасын ала келді. Әсел Әбілеқызы сөз кезегі өзіңізге беріледі. Құрметпен ортаға шақырамыз. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін Абай ауылындағы номер 2 орта мектепте керемет, есте қаларлықтай, тағылымы мол керемет шара болып жатыр. Жаңағы өзіміз таңғалып тұрмын әлі, шынымды айтсам. Бұл жерде басты мәселе осы мектептің анасы Батима Кальпиевнаның біздің арамызда болғаны. Бір ерекше мына мерекеге ерекше бір жан беріп тұр. Батима Кальпиевна осы Қарасай ауданындағы білім саласының дамуына үлкен үлес қосқан жан. Кішкентай бала шағынан осындай дана шағына дейін бүткіл өмірін, сана сезім, ғұмырын бәрін осы білім саласына арнаған адам. Ұрпақтар сабақтастығы деген біздің ұлттық жақсы бір өзіміздің құндылығымыз бар. Біз әрқашан осындай алдымыздағы үлкендерімізді үлгі тұтып, әрқашан ол кісілерге біз өзіміздің сый құрметімізді көрсетіп тұруымыз керек. Яғни өзің сыйласаң, ертең сен де сыйлы боласың деген қағида ешқашан өлген емес. Сондықтан Батима Кальпиевна, бір ауыз сөзімізді жерге тастамай келгеніңіз үшін сізге көп-көп рахмет. Арамызда жиі табылсаң екен, жиі сізді көріп тұрсақ екен деген қолқамыз бар. Мен ылғи айтам басшыларға да бұндай кісілердің потенциалын пайдалану керек. Себебі халықтың тәрбиесінде ол оңай жұмыс емес әркімге. Сондықтан алдағы буындарымыз аман болсын. Сізге көп-көп рахмет. Жалпы білім саласының атынан, білім саласының барлық қызметкерлерінің атынан сізге үлкен алғысымды айтқым келеді. Құрметті ұстаздар, мына жерде жаңа ер азаматтар, қандай керемет жас мамандар өнер көрсетіп жатыр. Дүниедегі ең керемет, ең ғұлама мамандық ол ұстаз екеніне тағы бір мәрте көзіміз жетті ғой. Не деген парасаттық, не деген мәдениеттілік, не деген өнер, не деген талант. Біз алдымыздағы отырған 10 балаға тәрбие беру үшін сан қырлы белестерді асырып, қандай керемет өзіміздің өнерімізге де ортаға салып жатырмыз. Шын айтайын, өте керемет бүгінгі мында жас ұстаздар. Мына жерде біздің оқушыларыңыз қандай сабақтастық? Басшы ма, оқушы ма, кім мұғалім уже түсінбей қалдық мына жерде, шыны керек. Бәрі өнерлі, бәрі керемет. Әрине осындай игі жақсы шараның басында жүрген Самат Сүйінбек, сізге көп-көп рахмет. Ылғи өзіңіздің бір креативті, сондай шығармашыл жағыңыздан өте жақсы көрініп жатсыз біздің ортамызда. Сізге көп-көп рахмет. Мына жаңағы өнер көрсетіп жатқан Жүргенов атындағы колледждің студенттері мына жерде. Өз баламды өзім көріп жаңа шок ұстап қалдым, шынымды айтсам. Менің баламның курстастары, енді бәрі менің балам ғой, бөліп жармаймын. Алтын балапандар, сендерге көп-көп рахмет. Қандай күшті көңіл сыйлап кеттіңдер. Қазір өзім көріп түсінбей қалдым ғой, мен балам қайдан жүр деп шошып. Сондықтан сіздің балаңыз бізде көркемдік жетекші. Рахмет. Біз енді мұғалім болған соң, осындай мемлекеттік қызметте жүрген соң, шыны керек баламыздың қай жақта жүргенде білмейтініміз осыдан ғой, қандай ата екенімізді. Өзім баламды бүгін таңертең сәлемдеп жаздық, бірлес сәлемдестік, сонымен күні бойы баламды түгендейтін уақытымда болған жоқ. Мына жерден көріп қазір өзім таңғалып отырмын. Көп-көп рахмет. Айналып келгенде қандай жерде жұмыс жасамасақ та, кім болсақ та, бәріміз анамыз. Ананың жүрегі бәріміздікі бірдей. Қазір қанша мықты болып, қанша жұмыс жасап жүрсек те, баламды көрген кезде көз жасыма шынымды айтсам, ие бола алмай қалдым, кешірім сұраймын. Барлықтеріңізге ана бақытын тілеймін. Айналып келгенде мына балалардың бәріне сіздер анасыздар. Батима Кальпиевна міне көп балалы ана. Қандай бүгінгі нәтиже, қандай бүгінгі жетістік, ұстаздарыңыздың сізге деген сый құрметі бәрімізге үлгі болу керек. Осындай адамдарды үлгі тұтуымыз керек. Сондықтан құрметті ұжым, барлықтеріңізге көп-көп рахмет. Осындай жақсы шарада, жақсы игі бастамаларда кездесе берейік. Бастысы еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жан жақтағы қазір болып жатқан мәселелердің бәріне қарап, тек қана тәуба етіп, осы еліміздің тәуелсіздігін, тұғырын ұстап қалуды ғана ойлауымыз керек. Оның болашағы
міне сіздер тәрбиелеп отырсыздар. Көп рахмет. Енді бүгінгі күні Рахмет, құрметті Әсел Әбілевна. Өзіңізге де барлық жақсылықтар тілейміз. Құрмет грамотасы. Жоғарғы біліктілігі мен кәсіби шеберлігін еліміздің болашағы жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеуге арнаған табысты еңбегі үшін Қадырова Жанар Мұхаммед Каримовна марапатталады. Білім бөлімінің басшысы Әсел Әбілевна Елубаева. Балаларымызды облыстық деңгейде, республикалық деңгейде шығарып жүрген шығармашылық ұстазымыз. Дәл осындай мәтінде еңбекқор ұстазымыздың бірі Жұмадилова Қарлығаш марапатталады. Дәл осындай мәтінде біздің мектебіміздің корифейі Мырзалиева Айымжан Шериповна марапатталады. Дәл осындай мәтінде Мадияр Ажар Өсербайқызы марапатталады. Мадияр Ажар Өсербайқызы кезекті бала демалысына кетіп жатыр. Айналайын Ажар, біздің мектебіміздің білім саласына қосқан келелі үлесі бар. Биылғы оқу жылында облыстан оқушысы орын алды. Жетістігі бар мұғалімдеріміз. Құрманова Жанар Бостанқызы марапатталады. Сондай-ақ біздің Әсел Әбілевна әр уақытта ешкімді бір назардан тыс қалдырмайды. Бұл кісі өте қырағы. Біздің ортамызда алғыс хат табысталады. Біздің мектебіміздің ұжымы, тазалықтың сақшылары осы жерде балалардың жақсы демалып, жақсы жүруіне атсалысып жүрген біздің әріптестеріміз бар, үлес қосып жүрген сол кісілерге алғыс хат. Құрметті Боранбаева Гүлмира Шәкімәлікқызы, сізге кәсіби біліктілігіңіз, адал еңбегіңіз және ұйымның үздіксіз жұмысына қосқан үлесіңіз үшін шынайы алғысымызды білдіреміз. Сіздің жауапкершілігіңіз, жанқиярлықпен атқарған еңбегіңіз біз үшін аса маңызды. Сізге денсаулық, табыс және алдағы жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Білім бөлімінің басшысы Әсел Әбілевна. Әсел Әбілевна кеше 62 мектептің арасында марапаттаған, бүгін тағы да жұрттың алдында бір реттік табыстайды деп шештік. Рахмет Әсел Әбілевна. Әлі де біздің марапаттарымыз бар. Келесі кезекте марапаттау үшін ортаға құттықтау сөзді мектебіміздің ардагер ұстазы Нысанбаева Батима Кәлпиевнаны ортаға шақырамыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар. Абай ауылының орта мектебінің сұлу қыздары, бәріктеріңізді келе жатқан халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен сіздерді құттықтаймын. Енді мына жерде Самат Сүйінбекұлы, Әсел Әбілевна осы мектепте сіздердің еңбектеріңізді бағалап, осы жерде құттықтап жатыр. Енді мен зейнеткер ретінде сіздерді құттықтаймын. Осы мектепті енді 2017 жылы осы жердегі отырған көп ұстаздар бірге құрып, осы мектепте еңбек еттік. Сол еңбектеріміздің барлығы осы жерде жаңағы ұстаздармен біздің балаларымыздың өнерлерін көрдік. Сізге көп рахмет. Балалар керемет, ұстаздарымыз одан да керемет. Қазіргі отырған еңбектері
жана берсін. Сіздерге бәріктеріңізге творчестволық табыс. Шәкірттеріңіз тек қана білімді, тәртіпті балалар болсын, шәкірттеріміз көп болсын. Бәріктеріңізге, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Мына Рамазан айындағы айымыз құтты болсын, ораза ұстаған қауымға қабыл болсын. Әрқашанда өшірдегі мектепті, Абай ауылындағы номер 2 мектепті тек қана биіктен көрсете беріңіздер. Керек көмек болса, әрдайым дайынмын. Енді Самат Сүйдековичпен жаңа отырып әңгімелескенде, ол кісі енді екеуміз отырып ап, я говорю, кішкене құбылып тұрмын. Бірақ енді сізге көп рахмет, мені өстіп шақырып, құттықтап жатқаныңызға. Шөбере ретінде мен сізді құттықтаймын. Мына бала немере емес, шөбере екен маған. Сондықтан Самат Сүйенбекұлы, сізге мектепті бердік. Осы мектепті өшедегі отырған ұжым жұмыс дегенде өзіміз ойлағанбыз, осы гимназия болады деп осы мектеп. Сондықтан мен ойлаймын, Самат Сүйенбекұлы сол гимназияға жеткізіп, осы мектепті гимназия ететін қылып жасайтын. Әсел Әбілена сіздің құлағыңызға алтын сырға. Бірақ енді мына біздің балаңызды қалдырмаңыз. Өзінің өнері де, өшеде балаларды, ұстаздарды өнерлерін көрсетіп жатыр. Сондықтан Самат Сүйенбекұлы сізге творчестволық табыс, деніңіз сау болсын. Әрқашанда осы ұстаздардың арасында сыйлы болыңыз. Көмек керек болса, шақырып тұрыңыз. Рахмет сіздерге көп. Білім беру және ғылым қызметкерлерінің Қарасай аудандық жергілікті кәсіптік одағының құрмет грамотасы. Білім беру жүйесінде білім қызметкерлерін әлеуметтік қорғауда ұжымның қоғамдық өміріндегі атқарған көп жылғы жемісті әрі белсенді еңбегі үшін Рахимжанова Марфуған Нұртаевна осы құрмет грамотасымен марапатталады. Жергілікті кәсіптік одағының төрайымы Сара Бұзырқызы Байбосынова. Дәл осындай мәнінде біздің талантты ұстаздарымыздың бірі Күндөлиева Айзада Сейітқызы марапатталады. Дәл осындай мәнінде біздің білім ұстаздарымыздың бірі Одан Сайрангүл марапатталады. Дәл осындай мәнінде бүгінгі мынау жасалып тұрған залдың көркемдігі барлығы түгел біздің технология пәнінің мұғалімдерінің қолдан шыққан туынды мынаның барлығы. Құрмет грамотасымен Ануарбек Аңсагүл марапатталады. Дәл осындай мәтінде біздің зияткер ұстазымыз Жолдасбек Айнұр Бекетқызы марапатталады. Дәл осындай құрмет грамотасымен Алимова Манзура Исабекқызы марапатталады. Менің бірінші көмекшім. Көп рахмет сізге. Құрметті Бағлан Қанатқызы, бір ауыз тілегіңіз ұжымға. Енді сіз менің наставнигімсіз ғой. Осы салаға келгенде жас директор ретінде әр уақытта қамшылап жүресіз, әр уақытта бағыт-бағдарыңызды беріп, ақылыңызды айтып жатасыз. Ақыл жастан дейді. Өзіңіздің тілегіңіз, жақсы ниетіңізді ұжымға білдіріп жіберсеңіз. Осы сюрпризді айтпай, осындай сюрприз жасап жатырмын, алып беріңізші бастықты деп кеткен кезде біз шпион болдық. Шпионаждық не жасадық. Бағлан Қанатына көп рахмет, менің ұстазым, директорлық жолдан ұстазым, біздің ауданымыздың сектор меңгерушісі Бағлан Қанатқызы, өзіңіздің бір ауыз тілегіңіз болсын.
Ал құрметті әріптестер, құрметті қонақтар, мына бүгін сіздер бізге қандай керемет күй сыйладыңыздар. Осы ұжымға үлкен алғысымды білдіремін. Мына мереке құтты болсын. Бүгін мына Фатима Карпиевнаны көріп қуанып отырмыз, көптен көрмеген. Осы ұжымды басқарып отырған Самат Сүйінбек ұлы, өзіңізге үлкен рахмет. Осы ұжымға рахмет. Сіздерге творчестволық табыс тілеймін. Биіктерден көрдіңіздер. Бүгін көңіліміз көтеріп, осындай көңіл күй сыйлағандарыңызға. Рахмет, сізге де рахмет. Енді сіздің қолыңыздан алғыс хат алсақ. Алғыс хат. Құрметті Иманкулова Эльмира Жасұзақовна, сізді 8 наурыз халықаралық әйелдер күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Ауданымыздың білім саласын дамытуға қосқан елеулі еңбегіңіз бен табанды қызметіңіз үшін зор алғысымды білдіремін. Тіршілік атаулыға нәр беретін көктемнің шуақты мерекесі жүрегіңізге мейірім, жаныңызға күш-қуат, шаңырағыңызға шаттық пен береке сыйласын. Әрдайым абырой биігінен көрініп, құрмет пен қошеметке бөлене беріңіз. Сізге зор денсаулық, баянды бақыт, ұзақ ғұмыр және толағай табыстар тілеймін. Мереке құтты болсын. Біздің мектебіміздің алдыға бастап келе жатқан ұстаздарымыздың бірі Эльмира Жасұзақовна. Жасына қарамастан мына дүниенің бәрін Эльмира Жасұзақовна жасап атсалысып жүр. Көп рахмет Эльмира Жасұзақовна. Құрметті дәл осындай алғыс хатпен құрметті Сәрсен Забира марапатталады. Дәл осындай мәтінде алғыс Қасымова Бағдат Әмір қызына жарияланады. Біздің мектептің моңғыдысы, күнделік киізеті бәрі осы кісінің бақылауында. Дәл осындай мәтінде алғыс хатпен Малика Ждарова Назым Адилханына марапатталады. Дәл осындай мәтінде оқушылардың жүрегіне жол тапқан білімді ұстаздарымыздың бірі Жүнісбай Айгерім Серік қызы марапатталады. Дәл осындай мәтінде Жанбатырова Шолпан Қажымовына марапатталады. Дәл осындай мәтінде Қасымова Райгүл Жалелханына марапатталады. Қол соғыңыздар. Дәл осы мәтінде өзі 4-5 ай ғана сынып жетекші болса да, нағыз баланың жанашыр екенін таныта білген Кеңжалиева Ақкөпе Ғани қызы марапатталады. Дәл осы мәтінде Бесбай Жеңістік апайға алғыс білдіреміз. Дәл осындай мәтінде Раджапова Севара Мамиржан қызына алғыс білдіреміз. Дәл осындай мәтінде Сейітбекова Жәмиля Түленовнаға алғыс білдіреміз. Дәл осындай мәтінде Дүйсепжанова Ғалия Қабылқановнаға алғыс білдіреміз. Дәл осы мәтінде Тұрдығали Әсия Молдағали қызына алғыс білдіреміз. Дәл осы мәтінде Жүнісбекова Жанар Тоқсанбековнаға алғыс білдіреміз. Дәл осы мәтінде Алиева Хаджо Тұрсыновнаға алғыс білдіреміз. Көп рахмет қалай қанатына. Демеңіздер, біз өнерді аяп қалды, осымен уақытта біраз жерге таяп қалды. Қош болса өлең көргенше, қайта айналып, біздің мектепте кездескенше, көргенше. Мереке құтты болсын, құрметті қонақтар. Бағыттарыңызға
бауырларымыз, денлеріңізге саулық, бастарыңызға амандық, бауырларыңызға бүтіндік тілейміз. Ана деген құрметті атқа әр уақытта лайық болып, жүректеріңіз мейірім мен махаббатқа толы болсын. Мереке құтты болсын.